күйеуім ютубтан әркімді тыңдап намаз деген 5 уақыт намаз оқу емес, үнемі ойда дұға жасап жүру, алкогольді харам деп айтпаған дейді. 3 жыл бұрын намаз оқып умраға барған. О, Құдай сыйлады. Сол ғой енді, умраға барған, намаз оқыған, пожалуйста. Аяғы не болды? Сондықтан ол кісінің тыңдаған ұстазы қате, ана интернетте бір еркек жүр өзі. Әркімнің уағыздарын, жаңағы переводтарын алып, Құранды аудардым деп. Құранда намаз, Құранда намаз жоқ, дұрыс. Тікелей намаз оқы деген, жаңағы бәленше уақыт деген жоқ, бірақ әрқайсысын жинап тәпсірі бар. Құранды сен прямой түсіне алмайсың. Ана интернетте бір қазақ әйел жүр ғой, бүйткенде бүйтіп айтқан, бұл арабтарға айтылған, бұл қазақтарға айтылмаған деп. Сол сияқты оған ілім керек, білім керек, оған сауат керек. Кім көрінген, сосын айтамыз ғой, кім көрінген, Құранды ашып переводын оқыса, ол түсінбейді, ол адасып кетуі де мүмкін. Неге? Өйткені сол Құранды дұрыс түсіндіретін, біз Құранды қалай түсінуіміз керек? Осы жерде пайғамбардың хадисіне барып байланып, ғалымдардың айтқанына барып байланған Құранның тәпсірі бар. Соны тәпсірлейтін имам ұстаздары бар. Ұрпақтан ұрпақ келе жатқан. Олар жынды емес шығар барлығы шетінен. Сіз ақылды болып Құранның переводын оқыған, жаңағы оқыған. Сондықтан ол сауатсыздық. Ол сауатсыз кісілер. Оны тыңдай берсін.